Ал баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода осы тақырып бойынша әңгіме қозғайтын боламыз. Бәріміз бірге талқылап отырайық. Осыны тек мен ғана сөйлемей. Яғни big O annotation деген ол біздің бір код жазған кез оның несін жылдамдығын есептейтін, яғни құралды осы big O дегеніміз. Яғни оның мынандай бірнеше түрлері бар. Омега тета деген бұларды өздеріңіз Google-дан оқып аласыздар. Мен сіздерге главный big O annotation айтып беремін. Яғни скоростың бірнеше түрі болады. Яғни өздеріңіз көріп жатсыздар ғой чатта там ON, O-log-n, N-log-n деген сияқты түрлері бар. Жаңағыдай әртүрлі аттар болады. Там кейбіреулері log-n болады, кейбіреулері там 2-ның n дәрежесі болады. Яғни осындай функциялар болады, осындай көптеген мынандай сіздерге андай қиын сөздер көп естіледі осындай. Біреу константа дейді, біреу басқа дейді, там осындай. Mesela біреу мынандай график сызады, мынандай графиктер болады, және бұндай қиын нәрсе сияқты көрінеді да сіздерге бұл тақырып. Және бұл қиын емес, бұл оңай тақырып та. Бұны андай қатты уайымдап керек емес сіздерге. Яғни бізде ненің алгоритмнің оның жылдамдығы, біз оны көп мәлімет қолдансақ, соған сай оның несі размері көбейіп отырады. Яғни мында айтқанда, яғни бізде екіге бөлінеді андай не time complexity, space complexity деген. Яғни орысша ол время память дейді. Яғни мында мен сіздерге мында JavaScript код жазылған солдар. Мен мұны егер JavaScript білмейтін адам болса, мұнда мен Pythonда жазылған бұларды. Яғни бізде бір функция бар мұнда. Мұнда JavaScript'те қалай жазылған? Қателеспесем осылай ғой. For each деген. Яғни мысалы бұның несі жылдамдығы қандай екенін білесіздер ме? Осы кодтың. ON. Яғни бұл жерде бізде массив болады. Анда чатта жазып жатыр екен адамдар. Яғни массивтің әр элементін қараймыз да, яғни мұнда қайда кетті мен кодым? Аңғатыр екен ғой. Яғни бұның әр элементін қарап, әр элементін бір айнымалыға қосып отырамыз, соңында бір мән шығады. Яғни бұл жерде біз осы массивтің ұзындығы болады, яғни жылдамдығы. Яғни массивтің бізде несі көп болған сайын, размер көп болған сайын біздің жылдамдығымыз да көбейе береді. Яғни соған сай, мына жерде оның несі big O annotation Википедияда мынандай анықтамасы бар. Бұл жерде бізде мынандай қараңыздар. Яғни егер оның массивтің размері бір болса, онда оның скоросты бір болады, 100 болса, одан 100 болады. Яғни осылай көбейген сайын, оның жылдамдығы да көбейе береді. Және бізде мынандай операциялар болады әртүрлі. Яғни ON дегеніміз, яғни қанша размермен қанша операция жұмыс істесек, соған сай ON деген осындай графикі болады. Яғни бұны біз сызық деп айтамыз. Ал мынандай код берілсе, осы кодтың несін қалай білесіздер жылдамдығын? Егер JavaScript білмесеңіздер, бұның Pythonдағы коды мынандай. Яғни бұның жылдамдығы O1 болады. Себебі бұл жерде біз ешқандай циклдан немесе массивтен қарап жатқан жоқпыз. Тек бір ғана операция орындалып тұр да осы жерде. Осы үшін бұның жылдамдығы O1 болады. Яғни O1 дегеніміз мынандай өзгермейтін. Мынандай графиктен қарасақ, ол осылай көрінеді. Яғни бұны біз константа деп айтады ғой. Бізде андай несі өзгермейтін жылдамдығы.
және мына жерде егер бір басқа бір нәрсе қоссақ та, мысалы басқа бір мән берсек, мен қазір біздің кодта мысалы былай мында C берілген, питонда осындай код болса, бұл жерде оның жылдамдығы O1 болады. Себебі бұл жерде біз артық ешқандай операция қолданатын жоқпыз. Ал енді біз осында жаңағы мен алдында көрсеткен мысалдай массив болса, array деген, яғни оның әр элементін қосатын болсақ, бір айнымалыға, өзі бұның жылдамдығы O(n) болады. Ал енді мына кодта жылдамдығы қанша болады? Бұл жерде массивтің ұзындығын, JavaScript-тағы несі ұзындығын мен білмейді екенмін. Ұзындығы O(1) ғой деймін табу JavaScript-та. Яғни бұның осы кодтың жылдамдығы O(1) болады. Ал енді мынаны келесі бір мысал. Мысалы, мына мысалда бізде бір форик берілген, яғни массивтің әр элементін қараймыз, және екінші форик берілген, яғни қайтадан әр элементін қараймыз. Яғни бұның жылдамдығы қандай болады? N квадрат. Неге? Себебі біз мұнда яғни әр элементін қазірге былай бір сызып көрсетсем болады. Диаграмм жауып тұрсам. Бұл жерде мен былай не жазып қояйын, I мен J-ді. Яғни қараңыздар, біз енді массивтің ұзындығы 3, 6, 7 болса, онда 7 дәрежесі, яғни 49 операция жасалып тұр да мұнда. Көріңіздер, яғни сол үшін бізде бұның жылдамдығы n квадрат болады. Бұндай кодта. Ал n квадрат графигі былай кетеді, өзіңіз білетін неде алгебрада өзіміз 7-ші класста өткен парабола. Яғни осындай болады бұның графигі. Енді келесі мысал. Мына кодта мен питонда жазайын. Яғни осындай код болса, бұның жылдамдығы қанша болады деп ойлайсыздар? Яғни мына кодта n квадрат. Неге? Себебі бізде үстінде мынау бізде O(n) болады, ал астындағысы n квадрат. Яғни бізде ол былай болады. Яғни бұл жерде бізде екі жылдамдықты былай қосатын болсақ, соңында бұл мына жылдамдықтардың ең үлкенін ғана қалдырамыз. Мысалы, басқадан мынандай болатын болса. Логен болса, осы жерде біз оның үшеуін біріктірген кезде бұның ең жоғарғысы ғана қалады. Яғни жоғарысын ғана айта салсақ болады. Бұл жерде яғни негізгі жылдамдық O(n) квадрат. Енді келесі мысал.
яғни мына мысалда жылдамдық қанша болады соңғысында? Мына жерде біз әр элемент алып тұрмыз және оның ішінде әрқайсысының индексін іздейміз. Яғни мына неде JavaScript'та индекс іздеуді n алады ғой деймін. Яғни мына кодта біз былай болып тұр, массив берілген, массивтің әр элементін қарап, және әр элементтің индексін соның ішінен қайтадан іздейміз. Яғни бір фориктің ішінде мынау тағы бір форик деген сөз. Яғни бір циклдың ішіне екінші цикл кіргізіп тұр, сол үшін бұның жылдамдығы n квадрат болып тұр. Енді келесі мысалы, егер біз индексті былай беретін болсақ, басында, онда бізде тек қана n болады. Яғни мына кодта біз артық жұмыс істеп отырмыз да. Былай, яғни бір әр элемент алдық та, сол элементтің индексін қайтадан іздеп отырмыз да ішінен. Одан да оны бұл кодты оңайлату үшін біз онда индекстің басында беріп қойсақ, онда оны қайтадан іздемейміз да оның ішінде. Сол кезде on болады. Енді бізде жаңағында көрсеткен мысалдардағыдай, яғни мыналарды біз жаттап алу керекпіз. Яғни O1 деген ол біз қарапайым константада болады. Және O log n деген бар. Бұдан жоғарғы, яғни бұны біз көбінесе binary search деген алгоритмді қолданамыз. Одан кейін on деген бар. Ол біздің өзіміздің линейр, яғни сызықтық алгоритм. Одан кейінгісі n log n. Бұны біз көбінесе сорттағанда қолданамыз. Яғни бір массивті сорттаған кезде былай ары бері. Яғни heap sort, merge sort бүкілінің жылдамдығы осындай n log n болады. Сорттаған кезде. Одан кейінгісі n квадрат. Яғни бұл бізде уже квадратик. Яғни бізде мынандай матрица болған кезде элементтері бар. Мына жағы n, мына жағы n. Яғни осының бүкілін қарап шыққан кезде оның n көбейтіп n болады. Бұның жылдамдығы. Одан кейінгісі екінің n дәрежесі ма, әлде n квадрат, n факториал ма, яғни екеуі де үлкен деген сөзім ғой. Нақты қайсы екенін есімде жоқ. Мынау exponential, мынау факториал. Яғни осындай түрде беріледі. Және сіздерге мысалы мынандай бір мысал берейін. Мысалы бірден n-ға дейінгі сумманы табу керек. Бірден n-ға дейінгі сумманы біз Python кодта былай жазамыз. Яғни for in range n деп бір s деген айнымалыға әр элементті қосып шығамыз. Мында жаза салайыншы мына жерге. Бізде n15-ке тең. Яғни осылай қосып шығарсақ болады. Бұл жерде біздің жылдамдығымыз on-ға тең мына кодта. Ал біз оны O1-ға дейін қысқартамыз, яғни бұның қысқа жолы. Яғни сумманы табатын формуланы білсеңіздер, мысалы 1 қосу 2 қосу 3 қосу n. Бұның формуласы бар, бұл n плюс n көбейту n плюс 1 бөлу 2. Яғни біз былай форик қолданып отқанша біз былай жасақ болады.
яғни тағы сол сан шығады, бірақ бұл жерде біздің жылдамдығымыз O1 болады, яғни біз біраз уақыт тұтамыз да бұл жерде. Яғни бұл неге n қосу n көбейту n плюс 1 бөліп шыққанын егер білгілеріңіз келсе, бұның дәлелі мынандай. Мысалы, бірден n-ға дейінгі қосындыны біз s деп алайық, және мынаны керісінше жазайық. Яғни n плюс n минус 1 қосу 1 деп. Осылай жазсақ. Және мына екеуін қосып шығайық, яғни n-ді 1-ге қоссақ, n қосу 1, n минус 1-ді 2-ге қоссақ, n қосу 1, және солай. Соңында мына жерде n қосу 1. Мына жерде 2 көбейту s болады. Яғни мына жерде біз білеміз, бұлар n плюс 1 бізде n рет қайталанып тұр. n рет қайталанғандықтан бұны n көбейту n плюс 1 деп жаза аламыз ғой. Тең 2 көбейту s. Бұл жерде s бізде n көбейту n плюс 1 бөліп 2. Яғни мына дәлелді жазған себебім сіздер ойлауларыңыз мүмкін, мынау қайдан шықты деп, мына формула. Яғни соның дәлелі осындай. Так, енді қайтадан слайдқа оралсақ. Бұл жерде мысалы ойлап көріңіз, бізде 10.000 элемент берілген болса, яғни бізде O1 болса, бұның жылдамдығы 1-ге тең болады. Егер біздің алгоритм осымен жұмыс істесе, алгоритмнің жылдамдығы O(n) болса, онда 10.000 операция орындайды. Ал n квадрат болса, онда уже ол 100.000 қанша? 100 миллион. Ал 3 дәрежесі болса, онда 1 триллион. Ал n факториал болса, онда ол өте көп. Яғни сіз мынандай 10.000 элементпен бір жылдамдығы n факториал болатын алгоритм жасаңыз, оны мысалы запускать еткен кезде оның шешімін сіз 1-2 күн бе, 1-2 апта ма білмеймін, қашан жауабын күтетініңізді, яғни сондай ұзақ уақыт алады. Дауысыңыз шықпай жатыр. Шығып жатыр, жақсы. Так, осындай енді, осындай не бар? График бар. Мынаны біз өзіміздің каналда салып қойғанбыз. Яғни Бигонның несі. Біз енді қазақша жазып қойғанбыз ол жерде там. Жақсы, жаман деген сияқты. Яғни сізде O1, O log n болса, онда сіздің алгоритміңіз күшті деген сөз. Яғни O(n) болса, онда более-менее n log n болса, осылай. Ал n квадрат және одан жоғары болса, онда сіздің алгоритміңіз не деген сөз, андай өте нашар. Яғни сізге басқа бір жолын табу керек, яғни ол алгоритмді дұрыс істеу үшін. Яғни осылай міне, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті ме? Мына O(n) деген тақырып. Яғни сұрақ бар ма осы тақырып бойынша? Сіздерге мұнда мен тағы бір нәрсе көрсетіп аламын. Біреу шемелеп отыр ма? n квадрат. Яғни осы бірден n квадрат деген қосындыны біз мынандай циклмен табамыз ғой. Яғни мына формуласын білмесек, формуласын білсек, біз былай жаза аламыз тек қана. Чатта не жазып отыр? Дауыс естіліп тұр ма менікі? Анда Жакесті өзі естіліп тұр. Күшті естіліп тұр негізі. Жәнібектің өзінде. Яғни мына формуланың дәлелін көргілеріңіз келе ме? Неге былай шыққан?
Мынаны қалай алып тастауға болады? Насарын. Комментировать, зумда комментировать дегенді алып, соны очистить деп жүрсеңіз болады. Рахмет. Мысалы сізге бірден n-ға дейін квадраттың қосындысын табу керек. Сіз егер мынандай форк қолдансаңыз, онда сіздің жылдамдығыңыз n болады. Ал сіз оны о-ға дейін де шығарғыңыз келеді мына формула арқылы. Егер мына формуланы білмесеңіз, мына формуланы өзіңіз тауып алсаңыз болады. Есептеп. Енді бұны табу үшін біз мынандай Паскаль үшбұрышын білесіздер ме? Яғни осыны қолданамыз. Иә. Паскаль үшбұрышын қолдансақ, біз былай жазайық. 1 қосу 1-дің кубы ол 1 куб қосылған 3 көбейту 1-дің квадраты плюс 1 куб. 1 қосу 2-ның кубы 1 куб. Енді ары қарай 1 қосу n-ның кубы. Бұл бізде 1 куб қосылған 3 көбейту 1-дің квадраты n. Яғни осылай жазып аламыз да, бұларды қайтадан былай қосып шығамыз. Қосқан кезде бізде бірінші жақсы теңдіктің сол жағында 2 куб қосылған 3 куб. Яғни нарда жазып жатырмын. Яғни соңында n куб қосылған n плюс 1 куб. Ал енді теңдіктің оң жағында біз бірінші бірлерді қарасақ, яғни мыналар бізде n-ға тең ғой. Біз бірден n-ға дейін жазып шықтық. Яғни біріншілерін қарасақ 1 қосу 1 қосу 1, яғни бұлардың қосындысы n-ға тең. Бірінші бағанды қарап жатырмын. Одан кейінгі екінші бағанда бізде 3 көбейту, тағы 3 көбейту 1, 3 көбейту 2, 3 көбейту 3, яғни былай жазсақ болады. 1 плюс 2 плюс енді жазсақ болады екіншісінен. Ал үшіншісінде бізде 3 көбейту 1-дің квадраты, 3 көбейту 2-дің квадраты, яғни солай. n-ның квадратына дейін. Ал енді мына соңғысында, соңғы бағанда 1 куб, 2 куб, 3 куб, n куб. N куб. Яғни біз осындай теңдеу шықты бізде. Енді қарап отырсаңыздар, мына 2 куб пен n куб арасы мына жерде тұр бізде. Екінші жағында, яғни бұларды қысқартып жібереміз. Қазір басқа түспен қысқартайын бұларды. Қана сары қатты көрінбейді екен. Одан кейін ары қарай бізде мында n плюс 1-дің кубы қалады. Оны ашып жазсақ, n куб 3n квадрат қосылған 3n қосу 1. Ал оң жағында бізде n, яғни біз мынаның формуласын білеміз. 1-ден n-ға дейінгі сумманы. Ол 3 көбейту n плюс 1 бөлу 2. Және де біздің тауыбымыз керек. 1 квадрат, 2 квадраттан n квадрат қой. Яғни бұны біз s деп аламыз да, мына жерден. Яғни s емес, мен a деп алайыншы. Қосу, 1 қалды. Енді бізге осы теңдеуді шешу керек болды. Яғни бұл жерде мыналарды біз 2-ге көбейтсек, мына жерде бірлерді қысқартып жіберсек болады екен. Және біз мыналарды 2-ге көбейткенде 2n қосылған 3n квадрат қосу 3n. Мен жақшаны ашып жібердім.
қосылған 3а. Енді мыналарды сол жаққа шығарсақ 2n куб қосылған 3n квадрат қосылған 4n. Бәрін дұрыс жаздық па? Шалт емес, мынаны бізде 2 өткен кезде 3-тің орнына 6 жазу керекпіз ғой. Так, қазір мен пайда өшіргішім. Яғни біз мына жерде бәрін 2 көбейттік, мына жерде мынаның барлығын. Сол үшін мына жерде бізде 6а болады. Енді мына жерден біз n-ді жақшаның сыртына шығарсақ 2n квадрат қосу 3n қосу 4 болады. Мынаны біз неге шектесек 2n да біраз ұмытып кеттім ба? Мұнда 3n-ді ұмытып кеттім ғой. Так. Тұрысында n болады. Да 1 болады. Мына жерде бізде былай болады. Ал а бізде бөлу 6. Яғни жоғарыдағы біздің формуламыз осыған тең болды. Яғни тура осы формуламен біз мына кубтарды тапсақ болады. Сіздерге айта салайын, бұны шығару ұзақ болады. Өзім шығарып көргем. Бұның формуласы былай болады. Яғни естеңіздер, сақтай салыңыздар. Яғни бұл дегеніміз квадрат. Так, бізде 7 минут қалыпты. Сұрақтарыңыз бар ма? Осы ойын тақырыбы бойынша. Ереке, сіздің сұрағыңызға Аманаға жауап берсін. Деп па? Аманаға отыр ма? Отыр екен ба? Так, сонда мен енді тоқтатайын записьті.